Абай облысы мәслихатының кезектен тыс 18-ші сессиясы өтті. Оған облыс әкімі Нұрлан Оранхаев, мәслихат төрағасы Қуаныш Сүлейменов, басқарма басшылары мен депутаттар, қоғам белсенділері мен бақ өкілдері қатысты. Жиынның негізгі тақырыбы Семей қаласын 2040 жылға дейін дамытудың бас жоспарына қатысты болды. Жоспардың маңызды міндеті қаланың құрылысындағы сабақтастықты сақтау және жаяу жүргіншілер мен демалыс аймақтарын дамытуға көңіл бөлу. Бас жоспарда сондай-ақ қолданыстағы инфрақұрылымды жаңғырту және жаңа аумақтарды қамту қарастырылған. Мен Қасенов Қайырлы Амангелдіұлы, Абай облысы мәслихатының депутатымын. Бүгінгі бізде 18-ші кезектен сессия өтті. Осы сессияда көтерілген мәселелер ең бірінші осы қаламыздың бас жоспарының бекітілуі. Және де екінші сұрақ әлеуметтік аз қамтылған отбасыларға және де пенсионер адамдарға через отбасы банкі арқылы берілетін ипотекалық көмектер, сертификаттар. Сондай бір екі мәселе, тағы да бір мәслихаттағы депутатымыздың көшіп кетуіне байланысты бір үш мәселе көтерілді. Сессия барысында Абай облысы бойынша тұрғын үй сертификаттарын алушылардың көлемі мен тізбесін анықтау мәселесі де қаралды. Ағымдағы жылы облысымызда жергілікті бюджет есебінен 76 тұрғын үй сертификатын беру жоспарлануда. Жыл басынан бері 41 тұрғын үйге сертификат берілді. Абай облысының ісмерлері Бақытжан Жүнісбекова, немересі Балнұр екеуі Гиннес рекордтар кітабына енді. Жерлесіміз бұл жетістікке 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары барысында қол жеткізген. Ісмер әжеміз осы өнерінің арқасында Астана қаласында өтіп жатқан 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарына қатысуға шақырту алады. Өзі сияқты Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген 450-ден астам шебермен бірлесе құрақ көрпетіккен. Бұл істе әжесіне Көкпектідегі Жақия Шайжүнісов атындағы орта мектептің 9-шы сынып оқушысы Балнұр Сарманова көмектесті. Кілем тәрізде шайылған 450 құрақ көрпенің жалпы көлемі 11.200 шаршы метрді құрады. Абай облысының қала мен аудандарының ассамблея жастары республикалық қоғамдық бірлестік мүшелерінің қатысуымен бейбіт атом келешек пен қауіпсіздік атты лекциясын өткізді. Кездесуге қоғамдық келісім орталығы, облыстық достық үйі, әдіскерлері мен колледж студенттері офлайн форматта қатысса, қала мен аудандардың ассамблея жастары республикалық қоғамдық бірлестік мүшелері Zoom платформасы арқылы қосылды. Лекция спикерлері техникалық физика және жылу энергетикасы кафедрасының аға оқытушысы Дәурен Нұрғалиев қатысушыларға атом электр станциясының елімізге қажеттілігі мен экономикалық және экологиялық тұрғыдан пайдасы бойынша ақпарат берді. Ауыл шаруашылығы жұмыстарына әртүрлі маркалы 427 трактор, 93 шөпшапқа, 77 тырма, 53 орам пресс, 46 мая салға, 98 трактор тіркемесі, сондай-ақ газ 52 және газ 53 үлгідегі 61 техника жұмылдырылған. Күзгі жиын жұмыстар аясында тамшылатып суару әдісімен өсірілген 538 гектар дәнді дақыл мен 200 гектар майлы күнбағыстың өнімін жинау қажет. Бүгінде облыс бойынша 451 гектар дәнді дақылдың әр гектарынан 20-21 центнерден өнім жиналып 947,1 тоннаны құрады. Қазіргі уақытта Құмкөл, Ойшылық, Екпін, Ақсуат және Көкжер ауылдарында жоңышқаны қыстамаға дайындау жұмыстары қызу жүріп жатыр. Биылғы жылдың бірінші жарты жылдығында Абай облысында 78,8 мың аула тазартылды. Абай облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының басшысы Айнұр Ақмырзаның айтуынша полигондарға 43,9 мың тонна қатты тұрмыстық қалдықтар шығарылған. Ғарыштық мониторинг деректері бойынша 2024 жылы облыс аумағында 55 рұқсат етілмеген полигон анықталып, олардың барлығы жойылған. Сондай-ақ рәсімделген жер учаскелері бар полигондарға қоршаулар орнату мәселесі де шешіліпті.